Кешкі асқа арналған ең дәмді әрі оңай жасалатын тағамның рецептімен бөлісемін. Мына котлеттер енді керемет шығады, міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен котлет дайындауға кірісеміз. Таза ыдысымызға нанымызды бөлшектерге бөліп алып, үстінен ыстық сүт құйып, осы сүтке жібітіп қоямыз. Үлкендеу пиязымызды үкіштің көмегімен өткізіп аламыз, және де майсыздау фарштың үстіне осы суын бәрін сығып тастап, пиязымызды саламыз. Жібітілген нанымызды да алып, суынан сүтінен сығып, осылай барлығын бір ыдысқа саламыз. Жақсы дәм беру үшін 2 тісше сарымсақ, дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш және де 2 шай қасық майонез қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осы жер ең маңыздысы, жақсылап 5 минут бойы тоқтамай араластырып, осылай ұрғылап, еттің жіпшелері шыққанша араластырамыз. Котлеттің формасын жасап, әрқайсысын 90 граммнан бөліп алдым. Табамызға сұйық май құйып, барлығын екі жағын қызартып, осылай қуырып аласыздар. Толық пісудің қажеті жоқ. Және де духовкамызға осылай фольганың көмегімен ас үстін орап, 30